Сіздің денеңізге 30 күн ішінде не болуы мүмкін екенін ойлап көрдіңіз бе? Егер бір ай бойы күн сайын қарапайым сарымсақ қосылған су ішсеңізше. Шынын айтсам, мен осы тақырыпқа қатысты ғылыми еңбектерді зерттей бастағанда таң қалдым. Біз сарымсақты көбіне ас үйдегі жай ғана дәмдеуіш ретінде қабылдаймыз. Сорпаға қосамыз, салатқа араластырамыз. Бірақ оны дұрыс қолданғанда ағзаға тигізетін ықпалы әлде қайда терең болуы мүмкін. Көз алдыңызға елестетіңіз. Таңертең жасалатын бір қарапайым әрекет және бірнеше аптадан кейін қан қысымыңыз тұрақталып, бауырыңыз тиімді жұмыс істей бастайды. Қандағы қант деңгейі теңгеріледі. Бұл қымбат қоспа емес, шетелден әкелінген ерекше өнім де емес. Бұл әр үйде табылатын кәдімгі сарымсақ. Бірақ бір маңызды нәрсені атап өтейін. Бұл материал тек ақпараттық сипатта және ғылыми деректерге негізделген. Егер сізде созылмалы аурулар болса, асқазанға қатысты мәселелер болса, немесе дәрі қабылдап жүрсеңіз, міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Табиғи құралдар пайдалы болуы мүмкін, бірақ олар медициналық емнің орнына жүрмейді. Енді назар аударыңыз. Көпшілік сарымсақты дұрыс қолданбайды. Нәтижесінде оның негізгі пайдасының басым бөлігін жоғалтады. Бүгін біз оны қалай дұрыс пайдалануға болатынын бірге қарастырамыз. Мен табиғи жолмен денсаулықты қолдау туралы зерттеулерді жиі оқимын. Сарымсақ жайлы білгенім, ағзаның қалай жұмыс істейтін туралы түсінігімді мүлде өзгертті. Сондықтан жайланып отырыңыз. Келесі бірнеше минут сізге пайдалы білім беруі мүмкін. Алдымен негізгі сұрақтан бастайық. Сарымсақтың ерекше қасиеті неде? Ол тек иммунитетті аздап күшейтетін құрал ғана емес. Сарымсақ құрамында микробтарға қарсы күшті қосылыстар бар. Олар кейбір дәрілік антибиотиктердей агрессивті әсер етпейді. Яғни, пайдалы бактерияларға толық зиян келтірмей, зиянды микроорганизмдердің өсуін тежеуге көмектеседі. Зерттеулер белсенді заттары кейбір бактерияларға қарсы әсер көрсете алатынын байқатады. Бұл медицинадан бас тарту керек деген сөз емес. Керісінше, ағзаны алдын ала қорғаудың қосымша тәсілі бар екенін білдіреді. Сонымен қатар ол вирустық инфекциялар кезінде иммундық жүйені қолдауға ықпал етуі мүмкін. Сондықтан суық мезгілде мұндай әдет ағзаға қосымша қорғаныс бере алады. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Келесі маңызды тақырып көптеген ауруларды біріктіретін фактор. Қан қысымының жоғарылауы, жүрек аурулары, зат алмасу бұзылыстары. Бәрінің артында көбіне созылмалы қабыну жатады. Ол көзге көрінбейді, ауыртпайды, бірақ жылдар бойы ағзаны әлсіретуі мүмкін. Сарымсақтың бір ерекшелігі, ол жасушалық деңгейдегі қабыну процестерін азайтуға ықпал ететін антиоксиданттық қасиеттерге ие. Бұл бос радикалдар деп аталатын бөлшектердің жасушаларға зиян келтіруін тежеп, ағзаның жалпы күйін жақсартуға көмектеседі. Енді нақты мысал, қан қысымы туралы сөйлесейік. Бұл мәселе көптеген адамдарға таныс. Сарымсақтағы кейбір қосылыстар қан тамырларының босаңсуына ықпал етуі мүмкін. Нәтижесінде қан айналымы жеңілдеп, жүрекке түсетін жүктеме азаяды. Кейбір зерттеулер тұрақты қолдану қысым көрсеткіштерінің біршама төмендеуіне әсер етуі ықтимал екенін көрсетеді. Сонымен қатар, ол тамырлардың серпімділігін сақтауға көмектесуі мүмкін. Жас ұлғайған сайын тамырлар қатаяды. Бұл жүрек қан тамыр ауруларының басты себептерінің бірі. Табиғи қолдау ретінде сарымсақ осы процесті баяулатуға ықпал етуі ықтимал. Ал енді көпшілікті алаңдататын тақырыпқа көшейік. Қант деңгейі мен артық салмақ. Кейбір деректер сарымсақтың жасушалардың инсулинге сезімталдығына әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл глюкозаның тиімді пайдаланылуына көмектесіп, зат алмасу тепе-теңдігін сақтауға ықпал етуі мүмкін. Бұдан бөлек, ол май алмасуына қатысты көрсеткіштерге әсер етуі ықтимал. Мысалы, қан құрамындағы кейбір майлардың деңгейін реттеуге көмектесуі мүмкін. Бұл бауыр мен іш аймағындағы май жиналу қаупін азайтуға бағытталған кешенді тәсілдің бір бөлігі бола алады. Енді холестерин жайлы қысқаша тоқталайық. Бұл тақырыпта көп түсінбеушілік бар. Ұзақ уақыт бойы бізге холестериннің өзі қауіпті деп айтылып келді. Бірақ қазіргі ғылыми көзқарас оны толықтай жау ретінде қарастырмайды. Ол ағзада маңызды қызметтер атқарады. Мәселе көбіне қабыну мен тотығу процестерінде.
Осындай жағдайда қан құрамындағы кейбір май бөлшектері қан тамырлары қабырғасына жабысып, мәселе туғызуы мүмкін. Сарымсақтың антиоксиданттық қасиеттері осы процестердің қарқынын төмендетуге ықпал етуі мүмкін. Бұл тамырлардың саулығын сақтауға көмектесетін факторлардың бірі. Ал енді ағзаның аса маңызды мүшелерінің бірі бауыр туралы сөйлесейік. Бауыр ағзаның басты сүзгі жүйесі. Ол қан құрамындағы зиянды заттарды өмірдеп шығарып отырады. Егер оның жұмысы баяуласа, адам өзін әлсіз сезінуі мүмкін. Тері жағдайы нашарлауы немесе шаршау жиілеуі ықтимал. Сарымсақ құрамындағы күкіртті қосылыстар бауырдағы табиғи тазарту процестерін қолдауға көмектесуі мүмкін. Сонымен қатар олар антиоксиданттық қорғанысқа қатысатын глутатион деп аталатын маңызды заттың түзілуіне ықпал етуі ықтимал. Бұл ағзаның жалпы қорғаныс қабілетін күшейтуге әсер ететін факторлардың бірі саналады. Көп адамдарды алаңдататын тағы бір сұрақ – ішекке әсері. Бір жағынан сарымсақта пайдалы бактерияларға қорек болатын пребиотикалық заттар бар. Олар ішек микрофлорасының кепетеңдігін қолдауға көмектесуі мүмкін. Сонымен бірге, оның микробтарға қарсы қасиеттері зиянды микроағзалардың шамадан тыс көбеюін тежеуге ықпал етуі ықтимал. Бірақ бәрі бірдей оны жеңіл қабылдай бермейді. Кейбір адамдарда іш кебуі немесе жайсыздық болуы мүмкін. Бұл көбіне ағзада микрофлора теңгерімі бұзылғанның белгісі болуы ықтимал. Сондықтан жаңа әдетті бірден көп мөлшерден бастамай, аздап байқап көру маңызды. Ал енді ең маңызды тұстардың бірі сарымсақты қалай дұрыс пайдалану керек. Көпшілік жіберетін негізгі қателік оны дайын күйінде бірден тағамға қосысу. Шын мәнінде, сарымсақтағы ең белсенді қосылыстардың бірі ол бастапқы күйінде болмайды. Ол сарымсақты жаншып немесе ұсақтап, жасуша қабырғаларын бұзған кезде ғана пайда болады. Сол себепті, мына тәсіл тиімдірек. 1-2 түйір сарымсақты жаншыңыз, оны 7-10 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін ғана қолдануға қосыңыз. Осы уақыт ішінде пайдалы белсенді заттар түзіледі. Ал қатты қыздыру оларды әлсіретуі мүмкін. Сондықтан сарымсақ қосылған су қарапайым әрі ыңғайлы тәсілдердің бірі. Дайындау үлгісі. 1. 1-2 түйір сарымсақты жаншыңыз. 2. 7-10 минут күтіңіз. 3. Оны 1 стақан салқын немесе жылы суға салыңыз. 4. Араластырып 30 минут ішінде ішіңіз. Қаласаңыз, лимон тілімін қосуға болады. Дәмін жұмсартып, антиоксиданттық әсерін арттыруы мүмкін. Қабылдау уақыты да маңызды. Асқазаныңыз сау болса, таңертең аш қарынға. Асқазан сезімтал болса, таңғы астан кейін. Егер жайсыздық байқалса, тоқтату керек. Ауырсыну ешқашан пайдалы әсердің белгісі емес. Енді ең қызық сұраққа келейік. Егер осы әдетті 30 күн бойы сақтасаңыз, қандай өзгерістер болуы мүмкін? Әрине, әр адамның ағзасы әртүрлі, сондықтан нәтижеде бірдей болмайды. Бірақ адамдар жиі байқайтын жалпы үрдістерді кезең-кезеңімен қарастырайық. 1 апта. Алғашқы күндері ас қорыту жүйесінің жұмысы тұрақтала бастауы мүмкін. Кейбіреулер жеңілдік сезімін, сергектіктің артуын байқайды. Қан айналымы жақсарып, ағзадағы табиғи тазарту процестері белсенді жүруі ықтимал. 2 апта. Қан айналымының жақсаруы айқынырақ сезілуі мүмкін. Мысалы, бұрын суық болатын қол-аяқ жылырақ бола бастайды. Қан қысымы жоғары, адамдарда көрсеткіштердің біртіндеп тұрақтануы байқалуы ықтимал. 3 апта. Көпшілігі энергияның артқанын сезеді. Шаршау азайып, ұйқы сапасы жақсаруы мүмкін. Қабыну процестерінің бәсеңдеуіне байланысты буындардағы жайсыздықтың азаюы немесе терінің тазарып келе бастауы байқалуы ықтимал. 4 апта. 1 айдан кейін кейбір адамдар зертханалық көрсеткіштерде оң өзгерістер көре алады. Мысалы, қант немесе май алмасуына қатысты мәндерде. Иммундық жүйеде күшейіп, маусымдық суық тиюге төзімділік артуы мүмкін. Маңыздысы, сарымсақ бір сәттік әсер беретін құрал емес. Ол жүйелі түрде қолданғанда жинақталатын ықпал арқылы әсер етеді. Қарсы көрсетілімдер мен сақтық шаралары. Ашық айту керек. Бұл әдіс бәріне бірдей сәйкес келе бермейді. Иіс мәселесі.
Сарымсақтың иісі тыныстан да, тері арқылы да сезілуі мүмкін. Бұл табиғи құбылыс. Асқазан жайсыздығы, сезімтал адамдарда күйдіру немесе ауырлық болуы ықтимал. Мұндай жағдайда мөлшерін азайту немесе тоқтату керек. Қанды сұйылтатын әсер. Егер сіз антикоагулянт дәрілер қабылдасаңыз, міндетті түрде дәрігермен кеңесу қажет. Ота алдында, жоспарланған операциядан бұрын қолдану ұсынылмайды. Аллергия. Сирек болса да болуы мүмкін. Белгілері байқалса, қабылдауды дереу тоқтату керек. Ең бастысы, бұл табиғи қолдау тәсілі, бірақ медициналық емнің орнына жүрмейді. Денсаулыққа қатысты маңызды шешімдерді әрқашан маманмен бірге қабылдаған дұрыс. Мені таңғалдырғаны, осындай қарапайым қолжетімді өнімнің ағзаға ықпалы қаншалық керем болуы мүмкін екендігі. Біз көбіне қымбат қоспалар мен күрделі жүйелерді іздейміз, ал кейде пайдалы шешім дәл өз ас үйімізде тұрады. Сарымсақ қабынуға, зат алмасуға, қан тамырларына, бауыр қызметіне және иммундық жүйеге жанама қолдау көрсете алады. Әрине, бұл ғажайып дәрі емес, нәтижелер жеке ерекшеліктерге байланысты болады. Бірақ ғылыми деректер оның әлеуеті бар екенін көрсетеді. Егер қарсы көрсетілімдер болмаса, 30 күн байқап көруге болады. Таңертең дұрыс дайындалған сарымсақ қосылған бір стақан су ішіп, өз ағзаңызды бақылаңыз. Өзгерістерді байқап, қажет болса тоқтатып, маманмен кеңесіңіз. Денсаулық кездейсоқтық емес. Ол күн сайын жасалатын саналы таңдаулардың нәтижесі. Өзіңізге қамқор болыңыз және денеңіздің сигналдарын тыңдауды ұмытпаңыз.